Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін қарашаның 12-сі күні, берекелі жұма күні қабыл болсын деймін. Осы 2 күннен бері менің бір постым белсенді түрде талқыланып жатыр. Кейбір журналистер менің постым туралы арнайы репортаж жасапты. Оларға менің бір жауабым бар еді. Біріншіден, адамның жазған постың мұқият оқу керек. Мен осы сәрсенбі күні болған цифрландыру туралы сараптамалық кеңестің отырысы қалай өтті, не айтылды жазғанында Сбермен меморандум бұзылды, немесе бұл меморандум жойылды деген ақпарат шыға бастады. Енді біз бірге менің постымды мұқият түрде оқып алайық. Мен бұндай сөзді жаздым ба, жоқ па? Көрейік. Қарашаның 10-шы күні сағат 13:32-де мен мынандай постымды жариялап қойдым. Міне. Существенные изменения в позиции правительства по вопросу способов дальнейшей цифровизации Казахстана. Существенные изменения деп жаздым. Ол қандай изменения? Первое заседание экспертного совета прошло вчера, 09.11.21, вторник, 17:00-18:30 в Астана Хабе Экспо. Во встрече приняли участие много казахстанских IT-компаний. Из гражданских, скажем так, я был один. Есть существенные хорошие новости, как я понял, под грузом общественного недовольства. За прошедшие 2 месяца позиция правительства претерпела значительные изменения, о которых в самом начале заседания заявил министр Багдат Мусин. Бірінші пункт. Сбербанк не будет заниматься дальнейшей цифровизацией Казахстана, как, видимо, изначально планировалось. Дальнейшим цифровым развитием страны будут заниматься исключительно казахстанские IT-компании. Это тектонический сдвиг в позиции правительства, и думаю, что это заслуга активного гражданского общества, то есть нас с вами. Естеріңізде болса, қыркүйектің басында осы меморандумға қол қойылған кезде Ресейдің президенті Путин мырза бәрімізге былай деп айтқан болатын. Енді Қазақстанның цифрландыру жұмысымен Сбербанк айналысады деп айтты. Ал Багдат Мусин мырза сәрсенбі күні басқаша бізге мәлімдеді. Біздің еліміздің Қазақстанның цифрландыру жұмысымен тек қана қазақстандық IT компаниялар айналысады. Айтылды ма? Айтылды. Менің сөзім расталды ма? Расталды. Ертеңгі күні осы Мцеряптың баспасөз хатшы Мақсат деген жігіт пост жариялады. Иә, ол рас. Тек қана біздің қазақстандық IT компаниялар Қазақстанның цифрландыру жұмысымен айналысады. Сбербанктың мамандары емес. Ол существенные изменения ма? Менің ойымша, ол существенные изменения. Екінші пункт. Соответственно, Сбербанку не будут переданы никакие личные данные граждан Казахстана. Сбербанк никогда не будет иметь доступа к нашей страновой базе данных. Это же касается и любых других иностранных структур. Все базы данных наших граждан будут физически храниться исключительно на территории Казахстана, на режимных объектах и под охраной. Қыркүйектің басында біздің жеке мәліметтеріміздің түгелі осы Сбербанкқа қол жетімді болады деп бәріміз сескеніп қалдық. Рас па? Рас. Бәріміздің осы денсаулық туралы басқа мәліметтер енді Сбербанкқа кетеді, немесе Сбербанк үшін қол жетімді болады.
деп қорқып қалдық па? Қорқып қалдық. Бағдат Мусиннің сөзінше олай емес екен. Түгел данныйларымыз, яғни жеке мәліметтеріміз түгел Қазақстанның және Қазақстан азаматтарының данныйлары тек қана Қазақстанның территориясында сақталынады. Сбербанкқа кетпейді. Және де сақталғанда на режимных объектах сақталынады деп айтты. Яғни мынандай охраняемый, күзетіп тұрған объектілерде сол серверныйларды, өйткені данный серверныйларда сақталынады ғой. Ондай серверныйларды үкімет салатын болады Қазақстанның территориясында. Ресейде, Мәскеуде Сбербанкқа немесе басқа шетелдік ұйымдарға қолжетімді болмайды деп айтты Бағдат Мусин. Ол менің сөзімді жоққа шығарған жоқ. Рас қой мен жазғаным. Рас. Ол айырмашылық бар ма? Ана алғаш ақпараттан. Алғаш ақпаратта осы біздің данныйларымыз түгел Сбербанкіге қолжетімді болады деп айтты ғой. Әлбетте біз бәріміз қорқып қалдық. Яғни бұл жерде де существенные изменения бар. Үшінші пункт. Соответственно, озвученная сумма в $500 миллионов в основном останется в Казахстане в ближайшие 5 лет в виде оплаты работы отечественным IT-компаниям и их сотрудникам, разработчикам, а также для создания собственной огромной серверной базы для хранения данных на территории Казахстана. Осы қыркүйектің басында мен және тек қана мен емес деп ойлаймын, былай түсіндік. Осы $500 миллион Сбербанкке кетеді. Яғни біз сол Сбербанкіден сол платформасын $500 сатып аламыз деген мәлімет мен өз басым осылай түсіндім. Енді Бағдат Мусиннің сөзінше олай емес екен. Осы $500 миллион ішінде осы Қазақстанның IT компаниялардың, жұмысшылардың айлықтары отыр екен. Ол қандай айлықтар? Бүгінгі таңда осы білімді, сауатты IT мамандар өте қымбат. Олардың айлықтары жоғары, $3-4 мың алып отырады. Ол бұндай мамандардың саны 1000-ға барады деп айтып отыр Бағдат Мусин. Енді калькуляторды алып санып алайық. Осы 1000 мамандар, IT мамандар айына $3-4 мың алатын болса, айына, яғни жылына қанша алып отырады, оны 12-ге көбейту керек. Тағы да 5 жылға көбейту керек. Көбейтейік. 1000 мамандар $3-4 мың 12-ге көбейтейік және 5 жылға көбейтейік. Қандай сума шығады? Шамамен $200 миллион шығады. Ол $200 миллион біздің Қазақстан IT компаниялардың жұмысшыларына, разработчиктерге айлық ретінде Қазақстанда қалады. Осы алғаш 5 жылдың ішінде. 200 миллионды түсіндік қалай таратылады. Енді әрі қарай осы серверныйларды, мысалы біздің данныйларымыз ешқайда кеттермеу үшін Қазақстанда ірі бірнеше серверныйлар салыну керек. Оған тағы да бір $200 миллион кетеді. Өйткені ол бүкіл Қазақстанның азаматтардың, басқалардың, фирмалардың мәліметтер сақталыну керек. Оған серверні керек, салыну керек. Ол серверлер біреу емес, бірнеше болу керек облыстарында, Қазақстанның облыстарында. Бұндай объектілер режимный болу керек, охраняемый, КНБ ұстап тұрады деп жатыр Бағдат Мусин. Оны салу керек қой. Сондықтан тағы бір $200 миллион тағы да Қазақстанда қалып отыр. Осы серверныйларды салу үшін. Менің алғаш түсінігімше сол $500 миллион Сбербанкке кетеді. Ал олай емес екен Бағдат Мусиннің сөзінше. Бұлай 500 миллионның міне 400 миллионды мен қазір айтып бердім. Айлықтар және объектілер салынады. Және тағы бір $100 миллион мен әзірше мен айта алмаймын қайда кетеді.
егер бізге айтса, мен сіздерге тағы да жеткізем. Бірақ 500 миллион доллар Сбербанкеге кетпейді деген ақпарат, ол существенный изменение емес пе? Мен сол существенный изменение сіздерге жеткіздім. Ол рас ақпарат. Бұндай ақпаратты ешкім жоққа шығарған жоқ. Мусин бұндай ақпаратты растап отыр. Рас ол. Существенное изменение ме? Существенное изменение. Әрі қарай оқиық. 4-ші пункт. Вся эта новая программа цифровизации Казахстана рассчитана на ближайшие 5 лет. И в это время потребуются импортные компоненты, как и для любого производства. В этом случае импортные компоненты будут приобретаться исключительно с так называемыми исходными кодами, со всеми описаниями. Это принципиальное условие. Это позволит нашим IT-специалистам уже самостоятельно их дорабатывать для нужд Казахстана и использовать независимо от иностранного производителя. Солай айтты Бағдат Мусин. Мысалы, кітапты алайық, я? Бұл кітапты шығару үшін Қазақстанда болсын, басқа бір жерде болсын, біз импортный компонентті сатып алуымыз керек. Қағазды. Өкінішке орай, мынандай сапалы қағаз Қазақстанда әлі шығармайды екен. Сатып алуымыз керек, я? Сол сатып алып, сол қағазды, бұл сосын мынандай кітапты шығарамыз, мынандай кітапты шығарамыз, кез келген кітапты шығарамыз. Дұрыс па? Немесе мен Ресейден кірпіштерді сатып алып, кез келген маған ұнайтын үйді сала алам. Немесе конструктор балаларға сатып алам да, сол конструктордан бала өзі оған қызық керек нәрсені өзі бұлай сала алады. Сол секілді мына жаңа платформаны жасау үшін біздің Қазақстан IT компанияларымыз осындай импортный компоненттерді сатып алуға мәжбүр болады. Ол Oracle бола ма, ол Microsoft бола ма, ол Сбер бола ма, ол Huawei бола ма, оны мен әзірше ресми түрде айта алмаймын. Өйткені бұны Бағдат Мусин осы сәрсенбіде болған отырыста айтқан емес. Бірақ айтты, кез келген компонентті біз исходный кодтармен бірге сатып аламыз. Ол не деген сөз? Мысалы, біз Toyota шығарған, немесе Mercedes шығарған көлікті сатып аламыз. Біздің қолымызда кілт болса, я? Онда біз мына көлікпен кез келген жерге барамызда, Toyotадан немесе Mercedestан сұрамай. Ертең мен өзім Toyotамды аламда, Жезқазғанға бара салам. Өйткені кілтім қолымда. Мейлі бұл көлікті Toyota завод шығарды, бірақ көлік менде ғой. Қайда барам, мен Toyotадан сұрамаймын. Немесе кірпіш алған кезде, мен осы кірпіш шығарған заводтан сұрамаймын ғой, мен қандай үйді салам, мынандай көп қабатты үй немесе жер үйді салам, мен сұрамаймын ана завод производительден. Сол секілді Бағдат Мусиннің айтуынша біз кез келген импортный ана компоненттерді сатып алғанда исключительно осы исходный кодтармен сатып аламыз. Сонда сол производитель ешқандай ықпал жасай алмайды, ешқандай бізге қысым жасай алмайды. Өйткені исходный кодтар бізде болады. Мәселе сонда. Ол Бағдат Мусиннің айтуынша. Мен өз басым не естідім, соны сіздерге жеткіздім. Ол менің міндетім деп білем. Бірақ менің постымда меморандум Сбермен бұзылды ма, жойылды ма, жоқ па, мен айтқан жоқпын, жазған да жоқпын оны. Алып тексеруге болады ғой ағайын. Менің мысалы постымның мына жерде кез келген посттың оң жақта окошко бар. Посмотреть изменения. Оны да тексеріп алуға болады ғой. Мен меморандум туралы ештеңе жазған жоқпын. Существенные изменения туралы жаздым. Мен айтқан осы мәлімет ол существенные изменения емес пе? Сбер айналыспайды, біздің мамандарымыз айналысады. 500 миллион Сберге кетпейді, негізі көлемі осында Қазақстанда қалады.
сосын кез келген импортный составляющий исходный кодтармен сатылады. Ол мен үшін мысалы 500 миллион доллар немесе кім айналысады, ол мен үшін существенный изменение деп білем. Сол үшін мен солай жаздым. Артық ешіне жазған жоқпын. Қалай айтылды, солай жаздым. Басқа мәлімет мен еститін болсам, оны да жазам. Мен ешқандай өтірік де жазған жоқпын. Мен ешқандай артық ақпаратты да жазған емеспін. Бірақ біздің кей блогерлер немесе журналистер енді сауатсыз деп айта алмаймын, енді олардың да ниеттері ақ болды деп ойлаймын. Бірақ та былай нақты түрде қателесті. Өйткені меморандум туралы жазды, меморандум бұзылды деп жазды. Бірақ менің аузымнан, менің парақшамнан ондай ақпарат шыққан жоқ. Сондықтан саясатпен әсіресе айналысып жүрген блогерлер мен журналистер өз сөздеріне, өз қорытындыларына мән назар аудару керек. Зор назар аудару керек. Өйткені әр сөздің өз мәні бар, әсіресе саясатта. Батыс елдерде мысалы саясатпен айналысып жүрген журналистердің деңгейі өте жоғары. Ол элита, журналистиканың элита деп саналады. Ал бізде кеше спортпен айналысатын, басқа саламен айналысатын балалар мен қыздар келеді да, енді мен саясатты жазам деп айтады. Құрметті әріптестер, іні қарындастарым, саясатты жазатын болсаңыздар, мұқият түрде оқыңыздар, мұқият түрде жазыңыздар. Өйткені халық сосын шатасып кетеді. Бұл жерде саясатта, экономикада да сол өте мұқият түрде оқуымыз керек. Қазір осы білмеймін, соңғы уақытта көп осындай қателіктер шыға бастады. Сондықтан мен не естідім, соны жаздым. Артық ештеңе жазған жоқпын. Тағы да мәлімет шығатын болса, оны да тағы да жазам. Қалай естеймін, солай жазам. Сол, рахмет, айтқаным осы. Тағы да айтарым, осы жұма күні берекелі болсын, барша дуа тілектеріңіз қабыл болсын. Тек қана жақсылықта осындай кездесе берейік. Сау болыңыздар ағайын.